Шұғыл жаңалық. Аустралия полициясының хабарлауынша, Сиднейдегі Бонди жағажайында болған атыс салдарынан 10 адам қаза тапты. Олардың бірі шабуыл жасаған қарулы адам. Оқиға халық көп жиналған аумақта орын алған. Бонди жағажайы Аустралиядағы ең танымал туристік орындардың бірі. Атыс кезінде адамдар қауіпсіз жерге қашуға мәжбүр болды. Полиция қызметкерлері шабуылдаушыны оқиға орнында тоқтатқан. Қаулы адам атып өлтірілді, осылайша қауіп жойылды. Ресми мәлімет бойынша 9 бейбіт тұрғын және шабуылдаушы қаза тапқан. Бірнеше адам жараланып ауруханаға жеткізілді, кейбірінің жағдайы ауыр. Билік тұрғындарды уақытша жағажай аумағынан аулақ болуға шақырды. Полиция қазіргі уақытта қоғамдық қауіп жоқ екенін мәлімдеді. Қазіргі таңда шабуылдың себебі анықталып жатыр. Полиция шабуылдаушының жеке басы мен оның әрекетінің мотиві туралы әзірге толық ақпарат берген жоқ. Аустралия бұл қайғы оқиғадан кейін аза тұтып отыр. Жағдайға қатысты соңғы ақпараттарды AB News арқылы бақылаңыз.